Alenka. Өмірде әр түрлі адам кездеседі ғой. Жақсына жолықсаң, бағытың ашылып зор боласың, ал жаманына кезіксең, бейнет тартып қор боласың. Әке-шешесі өлгеннен кейін Аленка осындай жаман адамдардың біріне тап болады. Олар Аленкаға күн көрсетпейді, тек ертеңнен кешке дейін жұмыс істетіп, жұмсай береді. Үй иесінің 3 қызы бар еді. Үлкеннің 1 көзі, ортаншысының 2 көзі, кішісінің 3 көзі болады. Аленка осы қыздарға қызмет етті. Киімін тігіп, тамағын әзірлейді. Бірақ қыздар ешқашан алғысын айтқан емес. Қайта орынсыз екіріп ұрса береді. Әбден шаршап шалдыққан Аленка кейде кең далаға шығып жасын төгеді. Жайылып жүрген ала сиырды мойнынан құшақтап, ауыр тұрмысын айтып мұңын шағады. Сүйенішім сиырым, мені жазықсыз ұрып соғады. Көздерінше жылауға лұқсат бермейді. Бір күн үшінде маған 5 пұт жеп бересің деп бұйрық берді. Әрі үйдің ішін ақтап тазартуым керек. Сиыр тұрып, Аленка, қандай жұмыс істеткісі келеді? Менің құлағыма сыбырлап айта ғой, бәрі орындалады дейді. Аленка сиырдың айтқанын істейді. Артынша жеп иіріліп, үй ақталып дегенде үй иесінің тапсырған жұмыстардың бәрі орнына келеді. Бірақ үй иесі риза болу дегенді білмейді. Үсті-үстіне тапсырма бере береді, бір күні 1 көзді қызын шақырып алып, мына жетімекке көмектесетін адамдар бар. Әйтпесе жіпті қалай тез иіріп желде еседі, соны байқа деп, жасырын тапсырма береді. 1 көзді қыз Аленкамен далаға шығады. Аз жер жүргеннен соң шаршадым деп күнге күйіп жатып алады. Аленка қасына келіп, ұйықтай ғой көз, ұйықта көз деп сыбырлайды. Солақ екен қыз қорылдап ұйықтап кетеді. Аленка болса жұмысын тез бітіріп алады. Еш нәрсенің сырын біле алмаған кемпір Аленкамен бірге енді 2 көзді қызын жібереді. Ол да шешесінің тапсырмасын ұмытып, суға түсіп, күнге күйіп жаймен кетеді. Шаршадың ғой, ұйықтай ғой, деп Аленка оның да жайын табады. Жұмысын істеп алады. Ашуға бұлыққан кәрі кемпір Аленкаға 3 көзді кіші қызын қосады. Істейтін жұмысты да бұрынғыдан әлде қайда көп береді. Кіші қыз да үлкен апаларын істегенін істеп, жүгіріп, секіреп, көк майсаға бауырын төсеп жатып алады. Аленка ұйықтай ғой 1 көз, ұйықтай ғой 2 көз дейді, 3-сін айтуды ұмытып кетеді. Қыздың 2 көзі ұйықтайды да, 3 көзі айналадағының бәрін көріп жатады. 3 көзді қыз үйге келгеннен кейін көргеннің бәрін қызға ала сиырдың көмектескенін айтады. Қуанған кемпір 2 күн шалына келіп, ала сиырды бүгіннен қалдырмай сой дейді. Кемпір, есіңнен адасқаннан саумысың. Сиыр болса жас, сүті де көп, қалай соямыз деп көнбейді шал. Кемпірді айтқаннан қайтпайды. Сойдың астына алады. Шал амалсыз көнеді, пышан қайрап дайындала бастайды. Жағдайдың насырға шапқан Аленка да біліп қалып, өріске қарай жүгіреді. Ала сиырды құшақтап, үй иесінің сойғалы жатқанын айтады. Олай болса, дейді сиыр, Аленка, сен менің етімді жеме, аузыңа далма. Тек сүйегімнің бәрін жинап, орамалға ора да, баг ішін апарып көм. Күн сайын ертеңгілік үстіме су құйып тұр. Шал сиырды сойды. Аленка болса ала сиырдың айтқан өсиетінің бәрін істеді. Аштан қатса да 1 түйір етті аузына алған жоқ. Сүйектерін жинап жерге көмді. Күн сайын су құйып тұрды. Кешікпей үлкен алмағаш өсіп шықты. Алмалары көздің нұрын алады. Bir күні үй иесінің 3 қызы бағышын аралап серуендеп жүреді. Қастарына сұлу жас жігіт келіп, қыздардан 1 алма алып беруін сұрады. Апалы сіңлі қыздар алма алмақшы болып, бірінен соң бірі ұмтылса да, еш нәрсе шықпады. Алмаларға бейне бір жам біткенде қашып қолдарына түспепті. Бұталары қыздарды соғып беттерін жаралайды. Кенет Аленка үйден шығып, ағаштың жанына келіп еді. Алмалары мен ал дегенде жетім қыздың алдына келіп тұра қалды. Аленка біреуін алып жас жігітке сыйлады. Кейін осы жігітке тұрмысқа шығып, бақытты өмір сүреді.